потому что им обидно. Біреу ұрғанда немесе біреу қайта болғанда. Потому что их бьют. Адамның жынына тисе, немесе көңілін бұзып жерсе, адам немесе қайғырса жылайды, солай да. В садике нет. Я просто качаюсь. Жылап келмейді, кішкентай балалар сияқты. Жоқ. Кішкентай кезімде сұрап көргем. Папа ненавидит эту рожу. Сильно, а потом я успокаиваюсь. Гормоны. Такие капли. Су жағына жылайды. Су сияқты, бірақ көзден ағады. Су, сад, су. Слезы. Слезы это то, что как вода. Ну, мы же сами состоим из воды, а вот эта вода выходит из нас. А когда мы пьем, она наполняется обратно. Кислая вода. Как вода это. Ну, такого соленого чуть-чуть такого, как водичка почти. Ну, соленый. Там емес. Вон там есть тенкизок. Ну, чтобы запомнить на всякий случай этот вкус. А то потом спрашивают, а какой вкус слез? А вот потом. Өзі білген бәрін. Потому что я тогда язык вытаскиваю, я пробую и соленый. Нет. Потому что ты, когда много плачешь, ты так стареешь. Көп жылай берсең, көп қызықты өткізіп жібересің. Көп жылауға болмайды, керісінше көп күлсе болады десең. Так нельзя. Жас көзден жоғары орналасқан көз жасы безінде пайда болады. Одан шыққан тамшылар көз жасы қапшығына да өтеді. Сол себепті мұрнымыздың пышылдап қалатындығы. Көз жасы 99% судан тұрады, ал қалған 1%-ның құрамында әртүрлі биоорганикалық қосылыстар, ақуыздар, антибактериялық заттектер бар.